Бүгін Тихое место фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Сіздермен Жайдархан. Құбыжықтар әлемді жаулап алғанына 89-ші күні. Күзгі уақыт болатын. Бір отбасы апокалипсис кесірінен азық-түлік, дәрі-дәрмек тапшылығынан іздеуге шығады. Сөйтіп, боз қаңыраған қала ішінде әйелі мен күйеуі, қызы мен ұлы және тағы бір кішкентай бала жүрген болатын. Сол кішкентай бала дүкен ішінен батарейкамен жұмыстайтын ракета ойыншықты тауып алады. Ол ойыншықтан дыбыс шығатын болғандықтан әкесі ол ойыншықты алуға қарсы болып батарейкасын алып қойып тастайды. Бірақ оның әпкесі оған ойыншықты батарейкасыз береді. Ал бала болса оның батарейкасын білдіртпей қалтасына салып алады. Содан олар үйлеріне қайтып келе жатыр. Көпірге жақындаған соң бала ойыншыққа батарейканы салып оны іске қосады. Сол кезде ойыншықтан қатты дыбыс шығады және әне-міне дегенше құбыжық келіп баланы өлтіреді. Ал құбыжық ешқандай көру қабілеті жоқ, иісті сезбейді, тек олар дыбысты өте жақсы естиді. Сол себепті барлығы сөйлемейді, тіпті дыбыс шығармайды. Арада 472 күн өтеді. Бұл отбасы қарапайым өмір сүріп келе жатыр. Тек бір ерекшелігі, олар сөйлеуге болмайды және тықырлатуға болмайды, топит етуге болмайды. Тек ишарамен ымдасып бір-бірімен тілдеседі. Жуырда қуанышты жағдай, жуырда сәби дүниеге келеді. Бір қызығы ол туылатын болса, сол сәтте ол жылайды. Демек ол дыбысты құбыжық естіп қоюы мүмкін. Арада 473 күн өтеді. Әдеттегідей уақыт өтіп жатады. Әкесі мен ұлы балық аулауда. Қызы өлген інісінің қабірінде отыр. Ал анасы болса үй шаруашылығымен айналысуда. Барлығы жақсы, тек бір кезде әйелдің астынан су аға бастайды. Тас еткізіп туатын уақыты да келіп жетеді. Бұл барлығын ойластырып қойған болатын. Олардың үйіне құбыжық жүрген болатын. Ол астыңғы қабатқа түсіп келе жатқанда әйелдің аяғына шеге кіріп кетеді. Сол кезде бақырып қалады және бір затты құлатып алады. Құбыжық дыбысты естиді. Ал әйел оны дыбыспен алдап қашып шығып ваннаға келеді. Біраз уақыттан соң әйел территориядағы жарықтың түсін қызылға өзгертеді. Ал қайта оралған әкесі мен ұлы қызыл түсті көріп қауіп төнгенін түсінеді. Ал құбыжық болса әйелге жақындап қалғанда ұлдары отшашулар ата бастайды. Оның дыбысынан естіген құбыжық бірден отшашу атылған жаққа бет алады. Сол сәтті пайдаланып күйеуі әйеліне барып оның аман сау екенін көреді және ұл туғанын көреді. Күйеуі оларды көтеріп алып өздері дайындап қойған жерге апарады. Олар күткендей сәби жылай бастайды. Бірақ олар бәрін ойластырып қойған болатын. Баланы әкеледі, сандық сияқты бірдеңенің ішіне сәбиді салады. Және ол тұншығып қалмау үшін оған кислородный масканы кигізеді. Және бетін тұмшалап тастайды, дыбыс естілмеу үшін. Ал өзі болса құбыжықты дробовикпен айырып тастауға кетеді. Ал құлағында ақау бар қыз құлағындағы аппаратпен ғана естиді. Үйіне келе жатыр. Сол сәтте жақын маңда жүрген құбыжық оның құлағындағы аппараттың ақауының дыбысына шыдай алмай қашып кетеді. Ал әйел мен сәби жатқан бөлмеге су толып келе жатады. Сол сәтте құбыжық та сол жерге келеді. Ал әйел баласын алып ағып тұрған судың артына жасырынады. Олар судың тамшысынан нашар естиді. Ол сәбидің даусын естуге сәл қалғанда ұлы бір жерге құлап кетеді. Құбыжық сол жаққа қарай кетеді. Ал әпкесі інісін құлаған жерге құтқару үшін секіріп кетеді. Құбыжық оларды естіп шабуылдайды. Сол кезде қыздың құлағындағы аппараттың тағы да ақау дыбыс шығады. Құбыжық бұл дыбысқа шыдай алмай қашып кетеді. Әкесі балаларын тауып алады. Сол кезде құбыжық әкелерін бір ұрып жібереді. Тығылып отқан ұлы бұған шыдай алмай айғайлап жібереді. Сол кезде құбыжық оларға шабуылдайды. Қыз құлағындағы аппаратты сөндіріп тастаған болатын. Өйткені ол дыбыстан құлағы ауыратын. Әкелері тірі қалғандықтан жаралы. Бірақ құбыжық балаларына шабуыл жасап жатқанын көреді. Әкесі оларды құтқару үшін бар даусымен айғайлайды. Біраздан соң олар мамалары мен әкелерінің құпия бөлмесіне келеді. Әкелері бұған дейін балаларын бұл жерге мүлдем кіргізбеген болатын. Бұл жер әкесінің зертхана сияқты бірдеңесі екен. Біраздан соң ол бөлмеге құбыжық кіріп келеді. Қыздың құлағындағы аппаратты әкесі жасаған екенін біледі. Содан соң құпиясын білген соң оны іске қосады. Бұны естіген құбыжық қимылдай алмай қалады. Сол кезде оның дыбысын күшейтеді. Сол кезде құбыжық құлап қалады. Құбыжық қайтадан тұрады. Сол кезде мамасы оны дробовикпен миын шашып жібереді. Атылған дыбыстан көптеген құбыжықтар келеді. Олар оны камерадан көріп отырады. Бәлемпай құбыжық оларға қарай келе жатыр. Енді не істейді деп ойлайсыздар?
Қыз дыбысты күшейтеді, ал мамасы дробовикке оққа толтырады. Осымен фильм аяқталады. Егер фильм ұнаса, жалғасын көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Сол кезде бұл киноның жалғасы шығады, міндетті түрде. Сіздермен болған мен Жайдархан, сау болыңдар, my guys.